Ассалаумағалейкум, құрметті Сату ТВ каналының көрермендері. Бүгін 31Б шағын ауданда орналасқан 18-ші домдағы 2 бөлмелі пәтер түсіретін боламыз. Бұл 6 этаж дом. Соның бірінші подъездінде орналасқан 2 бөлмелі пәтер түсіреміз. Жалпы бұл жерде 31 А микрорайонында жаңада мектеп салынып отыр, қарама-қарсы. Және 32Б, 32А микрорайондарда Дарын бастауыш мектептері бар. Дана супермаркетке өте жақын орналасқан. Аптекалар, шағын маркеттер барлығы жақын. Домның арт жағында шығыс 3, шығыс 2 орналасқан коттедж үйлер. Және мына жерде жаңадан салынған София Мед Групп деген медицина орталығы бар. Біздің 31 Ада орналасқан. Мінекей, жаңада мектеп салынып жатыр, көтеріліп. Жалпы видеоның соңына дейін қараңыздар. Барлық ақпарат берем, бағаларын, шаршы метрін айтып кететін боламын. Бізді каналға тіркелмегендер болса, тіркеліп қойыңыздар. Көріп отқандарыңыз лайк басып қойыңыздар. Жалпы дворы үлкен. Біздің үйдің алдыңғы көрінісі. Алдында балалар ойнайтын арнайы алаң бар. Народный шағын маркеті бар. Мына көріп тұрғанымыз Дана супермаркеті. Ана Ағдомдар 32А. Мыналар көршілес шағын ауданы 31А. Осы 5-ші этажда орналасқан 2 бөлмелі пәтер түсіреміз. Мінекей 2 бөлмелі пәтерге кірдік. Кірген бойда оң жағымызда киім ілетін, аяқ киім қоятын прихожка орналасқан. Және кірген бойда сол жағымызда санузел. Одан сәл жүріп солға бұрылсақ асы, жатын бөлме, тіке тұрған есігіміз жүк жинайтын бөлме, оң жағымызда зал, яғни қонақ бөлме. Жалпы қабырғалары сұр түсті. Түс қағазбен жабыстырылған коридордың қабырғасы. Едені ламинат. Ендеше сол жақтағы санузелді көрсетейін. Мынау біздің санузеліміз. Ақ түсті плиткамен жабыстырылған қабырғалары. Төбесі пластик тәрізді материалмен жабылған. Кірмашина барлығы сыйымды, әдемі орнатылып тұр. Еденінде плитка. Барлығы бүтін санузелде. Ешқандай қатты ремонт қажет етпейді. Әрі қарай түсіре берейік. Көрсетейін. Осыдан коридордан сәл солға жүрсек, бізде ас үй бөлмесі орнатылған. Мына тіке тұрған сұр түсті холодильнигімізді алып кетеді. Одан қалған барлық нәрсе қалады. Мына біздің кондиционер орнатылған ас үйімізде. Отопление бәрі жылу келіп тұр. Үй өте ыстық, кірген бойдан көрініп тұр. Осындай ас үйде пластик терезе, астыңғы және үстіңгі ашылатын терезелер бар. Газ барлығы келіп тұр. Судың напоры өте әдемі. Қазір көрсетіп жіберейін. Су өте керемет, жақсы келіп тұр. Осы біздің ас үйіміз. Ас үйдің жалпы размері примерно 3×4. Енді әрі қарай біздің жатын бөлме спальныйды көрсетіп кетейін. Бұл біздің жаңағы кіреберісте есік. Өте қоңыр есік, ағаш, қалың. Коридордың түс қағаздары барлығы бүтін.
ешқандай ремонт қажет етпейді. Мінекей кіргенде сол жағымызда жатын бөлме орналасқан. Жатын бөлменің жалпы размері 3,5. 3,5. Бұл жерде пластик терезе, полдар ламинат, түс қағаз, қабырғадағы сортисті түс қағаз. Көпе шкаф қалады, қателеспесем. Жүктерді жинауға, киім-кешек, төсек орын қоятын орындар да бар. Қазір үйдің алдыңғы бөлігінің көрінісін көрсетіп жіберейін, терезеден ашып. Біздің үйдің алдыңғы двордың көрінісі. Мінекей. Өте кең. Машиналар қоюға өте ыңғайлы. Және балалар ойын сауық орны бар. Қарама-қарсы 16 тұм. Мына көріп отырғаныздар, манағы София Мед медицинский центр. Жалпы осы микрорайондағылар осыған қаралады. София Мед өте танымал медицина орталығы. Шығыс 2-де мектеп бар. Және мынау біздің көршілес 31А микрорайон. Жолдан кейін орнатылған. Мына жерге жолдың бойына екілік қоғамдық көліктер келеді. Сарбазарға, Көкбазарға барлығына жақын орнатылған. Мына жолмен тіке ары қарай кетсе, Басқұдыққа, Маңшылаққа қарай кетуге болады. Осы біздің спальня бөлмеміз. Сіздерге әрі қарай залды көрсетем. Қазір ортада тұрған жүк жинайтын бөлмені көрсетіп кетейін. Мынау біздің жүк жинайтын бөлмеміз. Кірген бойда тіке есік. Бұл жерге көрпе төсектеріңізді, киімдерді, тағы басқа нәрселерді жинап қоюға болады. Әрі қарай мынау біздің зал, қонақ бөлме. Бұның жалпы размері 3,5-3,40 ені, ұзындығы 6 метр. Ар жағындағы ложда, яғни балкон дейміз ғой, 2-3. Қабырғалары ақ түсті түс қағазбен жабыстырылған. Пол ламинат. Ары қарай ложданы көрсетейін. Терезедегі үйдің артқы көрінісін көрсетіп жіберейін. Ақ түсті қағазбен жабыстырылған қабырғалар. Мына жерде арнайы телевизордың орны дайын тұр, орнатылатын. Мына Wi-Fi бар үйде, келіп тұр, барлығы жасап тұр. Осы біздің қонақ бөлме залымыз. Енді әрі қарай терезеден үйдің артқы көрінісін көрсетіп жіберейін. Біз 5-ші этажда орналасқан 2 бөлмелі пәтерді көрсетіп жатырмыз. Осы біздің үйдің артқы көрінісі. Ол жаңа көршілес 31А микрорайоны, Дана супермаркеті, одан Киден, мынау біздің салық комитеті орналасқан жерде. Ары қарай жүрсек 32В, 32Б микрорайондар орналасқан. Мына жерде өте аптека бар, қарама-қарсы домымызда бар аптека. Барлығына жақын жалпы. Бұл үйдің артқы көрінісі. Осы біздің қонақ бөлмеміз. Жалпы үйдің жалпы ауданы 56 квадрат метр. Бағасын 15,5 миллион теңгеде отыр. Жалпы сауда бар, келісет, түсет бағасын. 5-ші этажда орналасқан.
Жалпы бұл микрорайондағы 5-6 этажда орналасқан 2 бөлмелік пәтерлер 16, 17, 18 миллион сұрап отқандар да бар. Мына 15 миллион 500 деп, енді одан да түседі ғой. Жалпы бұлай тиімді баға алып қалуларыңызға болады. Отопление өте ыстық, жылу дейтін керемет үйдің ішінде. Осы микрорайондарды жылуын мақтап жатады көбісі. Осы біздің 2 бөлмелі пәтеріміз. Егер бағасы сізге ұнап жатса, өз пікіріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз. Астындағы байланыс телефонға хабарласып, үйді кез келген уақытта келіп көре аласыздар, саудаласа аласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Әр қазағым баспаналы болсын. Барлығыңызға осындай жаңа микрорайоннан, жаңа шағын ауданнан осындай үйлер бұйыра берсін.